блокта сақталатын файл пішімінің параметрлерін таңдауға болады. Бірақ бұл блок айтпақшы, егер сіз қандайда бір параметрлерді қолдансаңыз, және оларды есте сақтағыңыз келсе, алдынан ала орнатуды сақтауға болады. Бірақ сіз файл түрін таңдай аласыз. Мысалы, файл, бірақ файл және оған байланысты. Бұл 3000 айтпақшы, сіз таңдаған файл түріне байланысты параметрлерді өзгертіңіз. Сіз WAV файлын таңдадыңыз делік. Мұнда нені өзгертуге болады? Біріншіден, сіз рейттің үлгісін өзгерте аласыз, бит жылдамдығын өзгерте аласыз, және көрсетілетін арналарды өзгерте аласыз. Егер сіз интерлив тармағын таңдасаңыз, бұл, мысалы, сізде стерео форматтағы трек болса, стерео формат осылай шығады дегенді білдіреді. Егер сіз бөлінген арналарды таңдасаңыз, онда бұл трек екі арнаға бөлінеді. Себебі ол стерео, және ол сол, және оң арналарға бөлінеді. Және олардың атын қалай өзгертетінін, дәлірек айтқанда, бұл арналардың қалай аталатынын келесі тармақта таңдайсыз. Егер сіз монодаун қоспасын таңдасаңыз, онда сізде бұл трек моноформатта сақталады. Айтпақшы, егер сізге қандайда бір басты немесе дауыстық тректерді мультитрек түрінде көрсету қажет болса, бұл ыңғайлы. Содан кейін left, right from. Егер сізде қандайда бір адам болса, одан тек сол және оң арна шығады. Бұл да ыңғайлы болуы мүмкін. Содан кейін мына тармақтар бар. Broadcast, WAV, бұл сіз жобаның параметрлерінде жүргізетін ақпарат. Бірақ айтпақшы, сіз оны осы жерде де өзгерте аласыз. Редукторды басып, осы жерге апара аласыз. Файлдың қашан жасалғаны, оның кім жасағаны туралы ақпарат. Айтпақшы, мұнда оны өзгертуге болады. Қазір көрсетемін. Әдепкі бойынша, біз преференцияға өтіп, жазбаны, Oreo және CAS толқындарын таңдаймыз. Міне, бұл ақпарат. Оны дәл осы жерде, параметрлерде өзгертуге болады. Және ол осы құсбелгіні қойып, берілісті басқан сайын осы терезеде көрсетіледі. Ал келесі функция AIML чен кірістіру. Бұл тректің авторы кім екендігі туралы ақпарат. Айтпақшы, оны осы жерден де өзгертуге болады. Біз қалаулар бөліміне өтіп, жалпы адам тармағын таңдаймыз. Міне, ол автордың аты жөнін және компанияның атын таңдауға болады. Білмеймін, мен мұны ешқашан жасаған емеспін. Мүмкін бұл сізге ыңғайлы болар. Тағы да, егер сіз осы құсбелгіні ашсаңыз, дәлірек айтсақ, белсендірсеңіз, тағы бір белгі іске қосылады. Бұл керемет ғибадатхананың анықтамасы. Бұл диджейлерге арналған. Егер кез келген диджей автоматты режимде, мысалы, трактор диджей бағдарламасы арқылы сіздің жолыңыздың қарқынын анықтағысы келсе, оған мұны істеу оңайырақ болады. Келесі екі құсбелгі үлкен файлдарға арналған. Егер сіз, мысалы, файлды бір жолда 2 сағаттан артық сақтасаңыз, онда Cubase оны автоматты түрде WAV форматына және ARF форматына ауыстыра алады. Мен бұл форматтың не екенін білмеймін. Шынымды айтсам, мен ешқашан файлды 2 сағаттан артық сақтаған емеспін. Менде 1 сағаттан астам файлдар болды. 2 сағаттан артық файлдар болмады. Бірақ бұл үлкен файлдарға, ұзақ тректерге арналған арнайы файл пішімі. Енді, егер сіз осы құсбелгілерді қойсаңыз, онда сіз жай ғана толқын пішімін сақтайсыз. Егер бұл құсбелгілерді қоймасаңыз, ол қайта түрлендіріледі. Текше осы құсбелгілерге сәйкес файлдарды қайта түрлендіреді. Келесі тармақтарда өте керемет. Мысалы, егер сіз multiple channels таңдасаңыз және топтық арналарды көрсетсеңіз, сізде бұл арналарға қандай әсерлерді қолданғыңыз келетінін таңдау мүмкіндігі бар. Егер сіз кірістіруді және жолақты қалдырсаңыз, топтық арналардағы барлық әсерлер арналар сақталатын файлыңызға қолданылады. Егер сіз дизайнды басаңыз, онда бұл әсерлер өшеді. Егер сіз сен тобын басаңыз, онда тек топтық және жіберу эффектілері қолданылады. Ал мұнда негізгі эффект плюс топтық және жіберу эффектілері қолданылады. Мен әрдайым дерлік, кірістіру мен жолақтарды қолданамын. Бірақ қараңызшы, бұл жерде басқа опцияларды пайдалану сізге ыңғайлы болуы мүмкін. Ал келесі тармақ. Файл сақталғаннан кейін не істегіңіз келетіні. Әдепкі бойынша, сіз ештеңе істей алмайсыз. Бірақ сіз жаңа жоба жасай аласыз.
Сізде жаңа Cubase жобасы автоматты түрде ашылады. Сіз жаңа трек, аудио трек жасай аласыз, және сіздің жобаңыз қазірдің өзінде жасалған. Сіз сақтаған трек автоматты түрде ашылады, және сіз бассейнге кірістіре аласыз. Яғни, бұл жағдайда трек жоба пулында сақталады, бірақ келісім терезесіне қосылмайды. Және бұл жерде сіз жоба қалтасында, дәлірек айтқанда, жоба қалтасында жасалатын осы қалтаның атын енгізу үшін, жоба қалтасының, дәлірек айтқанда, бассейн қалтасының ішіне кіре аласыз. Бірақ экспорт Q деп аталатын келесі терезеде өте ыңғайлы. Ол барлық алдыңғы терезелермен байланысты, және мен бұл туралы келесі бейнеде айтатын боламын.